Қалайсыңдар достар? Бүгін біз тағы да қыдырып шықтық. Дәл қазір Дастин деген қаладамыз. Талахасидан 2,5 сағаттық жерде. Бұл, типа островок сияқты. В общем, ертең қыдырамыз. Қазір гостиницаға келдік. Міне гостиница, міне Айдана. И біздің вот роднойларымыз Ерс пен Санду. Чё? Уже взяли номер? Болды, номер алдық. Міне осы гостиницаға тоқтадық. Если что, келем деушілер болса 14047. Дастин қаласында. Рекламаға төледі ма? Қазір гостиницаны ішін көрсем. Сосын ертең қалаға шығамыз. Қазір уже кеш, қараңыздар, тұман, ештеңе көрінбейді. Міне. Ертең қаланы көрсем. Жалпы айтпақшы тағы да бір айта кететін жайт. Бұл осы қалада менің ең сүйікті фильмдерімнің бірі Шоу Трумана деген қала. Шоу Трумана деген кино осы қалада түсірілген. Соны ертең көреміз. Қазір гостиницаға барып гуглдетем. Давайте. Кішігірім обзор біздің тоқтаған гостиницаға. Міне алды осындай пальмалар бар. Гостиницаның түрі осындай. Міне ішіне кірейік. Қазір сіздерге ішін көрсем, ресепшн жақты көрсем. Міне кіре берісте бірден жаңа жылдық көңіл күй, мынандай әдемі елка тұр. Елка, мына жақта дивандар, отыратын, демалатын жер. Мына жақта міне бар сияқты, барный столиктар. Қайда кетіп қалдық? Мынау міне лифт. Мына жақта сабақ өтеді. Сабақ біткеннен кейін мұғалім айтқан ғой, парталарыңды көтеріп кетіңдер деп. Сол үшін оқушылар парталарын көтеріп кеткен десең. Мына жақта бассейн бар. Қараңыздар. Гостиницада кішігірім бассейн. Но сонда да бағасы өте арзан. Не бар тағы? Бірінші этажда болды. Кажется, ары қарай уже номерлар басталады. Мына жақта мынандай брошюралар бар. Қай жаққа барса болады, қыдыратын жерлер деген сияқты. Мына жерде қараңыздар. Мына жақта не бар? О, джим де хочет. Мынау джим емес, тренажерный зал. Қараңыздар. Бұл бірақ тренажерный зал емес, бұл тренажерный заленок, джименок. Кішкентай, тек қана не жүгіретін дорожкамен. Пилотон деген, пилотон ғой деймін, шатаспасам, я. Жоқ, эшелон дейді. Эшелон деген велосипед теледидарымен. Сосын жақта мынандай айна бар. Мынау деген арнайы көп гостиницада байқадым, осындай компьютерлар тұрады. Ол деген бір нәрсе распечатка жасау керек болса, ар жағында не принтер. Оның бәрі тегін болды. Мына жақта міне сусындар сатылады, оның бәрі, және де кофе. Кофе тегін. Қазір жоқ, бірақ таңертең келіп қиып алсаңыз болады. Мына жақта не бар? Мына жақта туалет бар. Ерслан туалетке кеткен сияқты. Міне, анау не? Антисептик. Антисептик. Ерслан туалеттің ішінде. Ерслан, ты там, да? Байқаңыздар ма, Ерслан Айдананың ярый фанаты де стористерін бәрін қарап шықты. Мен постымды қарап атыр. Қазір көрейік, лайк басамын. О, басты де. Рахмет, Ерс десең. 500 теңге. Бір лайк ба? Нормально. Қазір жіберем Каспиға. Жалпы гостиница туралы айтатын болсақ, өте күшті жер, тыныш, іші уютный, бағасы қымбат емес, шамамен бір $80. Мен дәл бағасын сұрап алып айтамын сіздерге, бірақ шамамен $80. Біз енді Айдана екеміз, сосын Ерслан мен Санду болғандықтан бөліп төлейміз, бір бөлме алдық. Бөлмені де көрсетем. Ертең $40 шығады. Мысалға $80 болса, бөліп $40 төлесек, вообще күшті баға өте. Себебі бассейн бар, джим бар, және айтқандай, сосын еще завтрак бар. Әйтпесе завтрактың өзіне примерно төртемізге бір жоқ дегенде бір $50-60 кетіп қалады ғой, по сути. Да. Сол ойлаңыздаршы. $80 гостиницаға төлемей, далаға қонып, сөйтіп завтракқа $50-60 құрып жасаң обидно ғой. 4-ші этаж біздікі. Міне лифттің іші.
мынау міне Ерсыланның іші десең. Мынау міне Ерсыланның өзі. Шаршап жүр Ерсылан. Шаршама. 4-ші этажға көтеріліп бара жатырмыз. Біз 4-ші этажда тұрамыз. 4-ші қабатта тұрамыз. Қазақша сөйлеу керек, таза қазақша сөйлеу керек. Желательно таза қазақша сөйлеу керек. По возможности. Міне 4-ші қабаттың коридор деген қалай қазақша Ерс? Мен білем. Коридор. Калидор қазақша. Болды, еш жақындатасың. Есік ашылады. Қайырлы достар, біз таңғы асқа келдік. Мен бетім бұлш етіп көрініп тұрмын. Міне мына жақта таңғы ас ішеді. Мына жақта мыналарыңды аласың, керектеріңді. Сосын ана столға барып отырасың да. Мына столға ма? С видом на бассейн. Былай қоясыз стаканды. Ішіне мына сұйықтықты қойып аласыз. Одан кейін мынаны ашасыз. Ашып тұрасыз да. Онда құясыз. Одан кейін жабасыз. Сосын дайын болғанда шиқылдайды. Әне көріндіңіз, айналдырып өстіп ала аласың да. Больше емес шықты, бірақ өмір сондай дейді. Ештеңе оңайлықпен берілмейді. Мынаны саласың да, шынынан да аласың да, онда саласың да. Болды. Бұл деген біздің осы гостиницадағы завтрак, мен сізге кеше айттым ғой. Сосын мына жерде отырып, бассейнге қатысып жүрген адамдарды қарап отырса болады. Алма сусыны, сок деген қалай еді қазақша ұмытып қалғансың ғой. Мә көп сөздер ұмытып қалады екенсің. Шырын, мәссаған. Алма шырыны, апельсин шырыны және кранбери дейді. Содан кейін жай су. А как она это включается? Как ты понял, что она снимает? Абл забыл свою камеру. Абл камерасын ұмытып кетіпті. Міне біз отельдеміз, завтрак жеп жатырмыз. Қазақша сөйлегенім осы, завтрак жеп жатырмыз деген. Все, на этом влог закончился. Hey, my name is Jonathan. I'm a friend of Abel's. We came here to Destin, Florida to hang out a little bit, go to Palm Beach, look for Jim Carrey's Truman Show's house. Yeah, what's up? West Coast. Достар, сіздерге біз тоқтаған гостиницаның таңғы асын көрсетіп жіберейін. Резко мына жерде қараңыздар, су тұр. Ошақтан сусындар, шырындар. Су және шырындар. Астында коробкада бар, мынау разливной, құйылмалы. Мынау коробкада сосын сүт бар. Мына жақта кекстар тұрған, уже бітіріп тастады. Мынаның ішінде жұмыртқа мен сосискалар. Мынау микроволновка. Мынау деген сироп. Кеттік ары қарай тостер. Мына жаққа нан саласын, нандары міне мына жақта тұр. Булочкалар осындай, мына жақта май, андай сырный крем. Сосын мына жақта вафельница. Мынадан құйып аласың да вафли жасайсың. Одан кейін не бар? Мына жақта хлопья, бағана сүт бар, көрсеттім, ол жақтан салып аласыздар. Мына жақта алма мен нелер, апельсин, тарелка, қасық, ау-мау, сосын не тағы. Сосын мына жақта міне кофе, чай. Қараңыздар, мына жақта кипяток, ыстық су, кофе. Үстінде сливкилар және де міне шайлар, қант. Міне стакандар болды, сосын столдар. Отырып жей бересің. Негізі өте керемет, себебі енді мынандай шикарный болмаса да, бірақ таңғас, жақсы таңғас ішуге өте күшті жер. Адамдар бассейнға түсіп отыр. Короче, жаңа әңгіме арасында қызыққа тексеріп кеттік телефонды кім қалай қолданады, бір аптада кім қанша отыратын кәсіздерге көрсетем, қараңыздар. Реттілікпен қойдық. Ең аз қолданылатын телефонын ең көп қолданылатын. Мынау бірінші тұрған Сандудың телефоны, қараңыздар. Мынау барлығы алдыңғы аптаның результаты. Алдыңғы аптада қанша уақыт телефонда отырған. Міне Сандуды алдыңғы апта күніне 6 сағат отыратын телефонда. Общий бір аптада 41 сағат 47 минут отырған.
Менікін қараңыздар, мынау менікі. Мен 7 сағат отырады екем. 7 сағат 3 минут. Мынау Айдананікі 7 сағат 42 минут. Рекорд бірінші орында. Ешкімді жеткізбей, артта шан тұрған айқын басымдықпен Ерслан 10 сағат. Ойлаңыздар, бір күнде 24 сағат бар, я? 24 сағаттың 8 сағатын сен ұйықтайсың. Сонда 16 сағат қалды, я? 16 сағаттың там примерно 2 сағатын тамаққа құртасың, я? 14 сағат қалды. 14 сағаттың 3 сағатын туалетке ортасың десең, я? Жарты сағатын туалет. Короче, в общем, Ерслан күні телефонмен өтеді екен. И енді бұның ішінде Ерслан не қарайды? Көбінесе қараңыздар, YouTube қарайды екен, 17 сағат отырған, сосын ойын ойнайды екен, 17 сағат, Арчеро деген ба, қандай? Инстаграмға 13 сағат, ТикТокқа 7 сағат. Кеттік, тройканы айтайық. Айдына 27 сағат Инстаграмда отырған, рекорд, ешкімде жоқ ондай. Бірақ енді Айдананікі түсінуге болады, өйткені ол Инстаграм арқылы еще параллельно жұмыс істейді. Сондықтан 27 сағат. Одан кейін TikTok арқылы жұмыс істемейді, бірақ 10 сағат отырған. Сосын WhatsApp 5 сағат. Кеттік, менікі. Міне еще камерасы 5 сағат, көп түсіреді өйткені. Менікі Instagram 17 сағат. WhatsApp 4 сағат. InShot 4 сағат. InShot деген ол монтаж жасайтын программа. Кеттік, одан кейін Сандудыкі 11 сағат Instagram, Prime Video дейді. Вообще не в тему, да? Prime Video деген неждан жүр ғой, мына ненің ішінде. Списоктың ішінде. Prime Video деген ол андай видео сервис, Amazon-дікі, типа Netflix сияқты ғой. Просто Amazon-дікі, сол жақтан может сериалдар қарайды, кинолар қарайды. В общем, сосын Safari. Болды, міне қараңыздар. Күшті негізі. Өздеріңіздің телефондарыңызды тексеріп көріңіздер. Ұятсыз адамдар десе. Қанша отыратындарыңыз. Бірақ бір жақсысы бәріміздікі одан алдыңғы аптаға қарағанда төмендеу екен. Міне 6%-ке, 11%-ке, 12%-ке, 11%-ке. Кім ұрыншырейді достар? Мынау ше 11 сағат деген ше. Йо-моё, достар. Қараңыздаршы, оказывается, бұны еще артқа жылжыта беруге болады екен. Міне айттық қой, жаңа айттым ғой, Ерсланда 9 сағат 40 минут деп. Бұның өзі 11% төмен оның алдыңғы апта дейді да. Алдыңғы аптаға барсам қараңыздар, 10 сағат 52 минут отырған күніне. Оның өзі 11% төмен дейді да. Тағы да жылжытсаң қарасаңыздаршы, рекорд 12 сағат 10 минут отырған күннің жартысын, жоқ күннің жартысын емес. Если 8 сағат ұйықтасаң, 4 сағат қалып тұрма жағында. Йо, прикинь, ерс. Телефонға. Кеттік, Айдананікін көрейік. 8 сағат, 9 сағат отырған. Бірақ мына уже, арғарай уже төмен дейді, 6 сағат. Менікін көрейік. Мен 8 сағат отырғам. Менде андай екен. Менде стандартын екен. 7 сағаттың айналасында бәрі. И Сандудікі блокта тұр. Сол үшін көре алмаймыз. Сандудікі бірақ самый аз, я? Бірақ Сандудікі аз. Енді Санду лабораторияда жұмыс істейді. Телефон келе жоқ. А мен Zoom арқылы бірдемеге қатысқанда Ерслан өзін защищать етіп жатыр. Кеттік, міне. Сандудікі оның алдыңғы аптада 6 сағат 20 минут. Оның алдында, болды, басқа жоқ екен. Сол. Осындай достар результаттарымыз. В общем, өміріміздің жартысы телефонмен кетіп жатыр, өкінішке орай. Дәл қазірде мысалға сіз осы видеоны телефоннан қарап отырсыздар. Ойланыңыздар, қарамаңдар ешкімді десең, Все, жақсы, давайте. Даланға қараңыздар. Тұман болып тұр ғой. Қайрат Нұртас концерт беріп жатқан сияқты. Бір информация қараңыздар. Байқағаным өте көп гостиницада осындай тартпаның ішінде Библия болады. Міне, осында да Библия. Және просто аш қалдым да, көр қалдым. Кеттік, мен сіздерге обзор жасаймын. Міне, мынандай номер, гостиничный номер. Міне туалет, ванна. Мына жақта ванна. Тез ғой. Мына жақта мне мынандай айна, мынандай короче, настенный сондай отырғыш, аяқ киім киюге. Мне бір кровать, телевизор, шкафтар там всякие. Вот осындай болды. Стандартна ғой. Бағасы кеше айтқанымдай $80-90. Мына жақта прачечный бар, киім жуатын. Мына жақта коридор бар. Біз гостиницадан шығып бара жатырмыз. Дальше больше кетеміз қазір. Мына жақта бір әдемі қыз тұр. Что за әдемі қыз? Эй, красавица.
Қалайсыңдар, достар? Каждый бастаған сайын қалайсыңдар деп сұрай берем. Как будто біреу жауап береді. Жақсы, өзің қалайсың, жаман деп. Дәл қазір біз қалай аты? Seaside. Вот. Seaside деген қалаға келдік. Ол жаңа мен айтқанымдай, кеше алдында айтқанымдай, Шоу Труман деген кино түсірілген қала. Қазір кейін сол үйге барып көреміз, баруға тырысамыз. Ал жалпы қала жайлы айтатын болсақ, үйлері бар, ондай өтірік декорациялар сияқты шыны керек. Қараңыздаршы мысалға да мына жақтың өзінде. Мынау біз қазір Мексиканский заливтің жанындамыз. Үйлері өтірік декорациялар сияқты. Мынау міне главный көше ғой деймін. Жел соғып жатыр, сол үшін камерам бұрмауға тырысам. Не байқағаным, шынымен үйлер биік үйлер жоқ, барлығы максимально 2 этажды үйлер. Сосын үйлер андай шынымен бір өтірік үйлер сияқты. Андай декорациялар сияқты. Шынымен сондай. Дәл қазір біз сол Труман фильмдағы Труманның тұрған үйіне бара жатырмыз. 1,5 минут қалды. Одан кейін не? Одан кейін барлық үйлер ақ түсті. Байқағаным. Барлығы емес енді көбісі 80-90% ақ түсті. Сосын кішігірім көк бар, кішігірім там сұр бар, но в основном ақ. Міне, Начонс деген көше ғой деймін, осы жерде ғой. Кеттік, қазір көреміз. Дәл қазір мен Шоу Трумана фильмдағы Труман тұрған үйдің көшесімен кетіп бара жатырмын. Айдан! Наны қалай түсінуге болады? Қарсаңыздаршы, Кристин Айдан деп болады. От нас что-то скрывался? Наны қалай түсінсе болады? Кристин деген кім? Абыл. Мен сізге бір нәрсе айтуым керек. Сен тесттан өттің, мен негізі миллионермін. Мынау менің үйім деші. Мәні қараңыздаршы, үйлерді шынымен. Өтірік үйлер ғой. Ерс қайсы деп көрсетіп тұр, что-то я не могу понять. Точно осы жерде ма? Қайсы? Труманның үйін өтіп кетіппіз. Точно ма? Я что-то вообще забыл. А этот есть? Фотка? У тебя есть? Интернет работает? Нет. Труманның үйі. Сол уже ашық тұрды ғой сол. Мынау үй ма не? Там фотка была в этом гугле. Осы. Как-то бір төледен мұнда қарап отқанбыз. Жоқ, если олар білетін адамдар болса түсінеді шығар, что туристтар. Мінекей, достар, осы міне Труман тұрған үйі. Мен что-то бірақ есімде жоқ, шыны керек, наны алдын достраивать еткен сияқты. Негізі ар жағы болу керек па, білмеймін. Сосын есік алдын қазып ататын жерлері болады, көршілермен амандасатын. Мына үйдің көршілермен амандасама сонда? Кинода мен есімде жоқ. Ешкім жоқ сияқты. Жалпы мына жақта адам тұр, машиналар тұр, бірақ тұрады ғой. Мінекей, достар, тағы да бір осы камераға түсіріп алайын. Дәл осы үй жаңа фотосын қарадым, кішкене боялған сияқты. Кинодан дұрыстап көрейік. Мына жақта интернет дұрыстамай жатыр. Кинодан дұрыстап қарау керек. Сосын скринмен салам. Осы үйде Труман тұрды. Сосын әйгілі фразасын айта кетейін, үйдің алдында тұрып. Доброе утро. Если вдруг не свидимся, добрый день, добрый вечер. Осындай ба? Қазақша айтайын бірақ соны. Қайырлы таң. Егер көріспесек, қайырлы күн және қайырлы кеш, достар. Көрмегендер болса, осы киноны көріңіздер. Үйді көріп, фото қатысып, видео қатысып, в общем, кетіп бара жатырмыз. Дәл қазір біз пляжға қарай бара жатырмыз, Мексиканский заливқа. Қараңыздар, міне жан жағымда осындай ғимараттар, үйлер. Сосын фильмда пляжда бар, ана қызымен, жақсы көретін қызымен пляжға қарай қашады ғой, естеріңізде ма? Ё-моё, қазір көрсеңіздерге қараңыздаршы. Один в один ғой, Ана құмын қараңыздаршы. Сен лабиринтпен кеттің ба? Қараңыздар. Кәдімгі лабиринт қой, Адас кетпе. Жаяу жүргіншілерге қараңыздар. Давай.
Ал міне кеттік ал пляжға. Ерс, қалайсың? Күшті. Қалай көңіл күй? Күшті. Қақта Пляж жүрсің? әдемі екен Десең, мә, мына қараңыздаршы топырағын деп құмын. Әппақ, кайп. Мына жақта бір нәрсе болып атқан сияқты, или болайын деп атқан сияқты. Дом 2. Лобное место. Голосование болайын деп атыр. Happy birthday, Dre. Доктор Дренің туған күні болып атыр. Қатты айтып қойған сияқты. Міне, осындай. Кайп, кеттік су жаққа. Міне суға келдік. Мынаны қараңыздар, біреу песочный замок салған. Бар, бұзып тастаң, песочный замоктан. Суды көрейік. Су салқын екен. Ладно, кеттік. Ары қарай кеттік, достар. Біз пляждан шығып баратырмыз. Қазір тағы да бірнеше локация тауып алдық. Үлгерсек, сол жақтарға соғамыз. Себебі уже кеш батып баратыр. Күн батып баратыр. Сондықтан, мынау не қалай? Пандус. Лабиринт қой кәдімгідей, Ане айдана фотоға түсіп жатыр ма, видео түсіп жатыр ма, бір нәрсе. Біз кетіп бара жатырмыз. Мына жаққа туалет қойған. Мынандай паркингтің қасында орналасқан туалетке келдік. Қараңыздаршы, туалеттің өзі андай өтірік сияқты сырты. Жалпы түсінгенім бұл қала өтірік қала. Өтіріктерге толы қала. Міне достар, Seaside қаласының орталық паркі. Дәл осы жерде пост-офис бар. Не, пост-офис және Модика маркет. Осы маркет және пост-офис Труман фильмінде бар. Міне Модика маркет деп аталады. Шын өмірде, кинода есімде жоқ қандай. Кеттік. Не дейді? Кеттік, көрейік ішін. Міне арнайы түсетін жер осы жерде ғой. Арнайы фотоға түсетін жер жасап қойған. Міне мынау лестница. Осы лестницада тұрып, томаттар ма бір нәрселер алып ататын. Қазір көреміз. Шығуға бола ма екен? Міне сұраса болады. Міне достар, мен осы лестницадан осылай шоу Трумана фильмінде осындай сцена бар. Осы лестницада тұрып, томат па бір нәрсе қарап атады, есімде жоқ. Сол, міне осы лестницаны қалдырып қойған. Мына жақта суреттер бар фильмнан. Міне осындай. Күшті. Мәзбін. Have a good night. Bye. Кеттік ары қарай. Пост-офисқа барамыз. Мінекей. Мен қазір мына дүкеннің алдында фото істеп жүрейінші. Модика маркет. Міне мынандай алды. Адамдар суретке түсіп жатыр. Мінекей. Қазір мен де суретке түсем. Тағы не бар? Тағы вроде болды. Жалпы осы жақты көрсетіп өтейін сіздерге тез-тез. Міне осындай кішігірім парк. Торong. Міне парктың өзін көресіздер ма? Парк міне осындай. Міне адамдар демалып жатыр. Болды, осындай әдемі пальмалар. Кеттік. Кім ерсыландар күтіп қалған шығар мен. Кеттік, жүгірдік. Ал достар, шоу Трумана фильмдағы кругқа келдік. Міне, қараңыздар. Та-даң! Дәл осы ортада тұрады. Мынау не? Арка, білмеймін, беседка осы. Естеріңізде ма? Міне, Труман шатаспасам осы көшеден келеді да. Мына көшеден келеді да, әйелмен машинада. И осы кругта бірнеше кольцода бірнеше круг жасап, одан кейін дальше кетеді. Ну, қалай? Андай болады сцена. Ол деген
қаладан кет қалмақшы болады да, и сөйтіп пробка болып қалады, и ол осы кругқа келеді да, осы кольцоға келеді да, көп круг жасап қайттан барса пробка жоқ уже, и айтады типа әйеліне, это тебе не удивительно деп, типа міне осындай. Міне беседканың іші, және міне осындай круг. Шаданг. Мінекей достар, біздің бүгінгі кішігірім трип бітті. Себебі кеш батып кетті. Мынау қалада 1 сағат артта екен, және де күн тез батады, сағат уже 5-тен кете, қараңғы бола бастады, дәлге сағат 6. Болды, біз үйге қайтып бара жатырмыз. Yep. Thank you. Yeah. Не, камерамды мақтап жатыр, күшті дейді. Болды, біз үйге қайтып бара жатырмыз. Бір күндік сонда трипқа шыққанбыз, кішігірім. Шоу Труманның қаласын көреміз деп, оған қоса аутлетке барамыз деп, аутлетке барып, кіріп, в общем, қайтып бара жатырмыз. Андай приятная усталость. Жақсы онда, достар. Бізбен бірге болыңыздар, каналға тіркеліңіздер, достарыңызға таратыңыздар. Шоу Труманы көрмеген болса, Шоу Труманы деген киноны көріңіздер, күшті кино өткені. Жақсы, байланыстамыз. Дуайте.